Айтпақшы, документ толтыруға сен көмектессең қайтеді? Сенің жазуың жақсы ғой. Біздің мектепте алғаш рет балаларға куәлік бермекші. Ол куәлікті айбақтамай, әдемілеп, мәнерлеп толтырған жөн болар еді. Сенің жазуың жақсы ғой. Ал сен үздік оқушы ретінде сол куәлікті, нөмір 1 куәлікті өзің толтыр, жарай ма? Ертең балаларға сол куәлікті салтанатты түрде тапсырамыз. Ол жиынға меркінің әкімдері де келеді. Келістік қой. Екеуміз мына куәліктерді бүгін толтырып бітсек, ертең балаларға салтанатты түрде тапсырамыз. Мына жерде барлық оқушылардың аттары жазулы тұр. Қай пәннен қандай баға алғаны да жазулы. Мәселен былай. Алфавит бойынша бірінші Айбаров Атамырза. Оңбаған. Бірінші бола қалуын қарашы өзінің. Ілініп әрең бітірді. Кілең үштік. Мейлі, оған қалаған нөміріңді қойда, өзіңе бірінші нөмірді қалдыр, жарай ма? Ал енді сенған ешкім кедергі болмас үшін сыртынан құлттап кетейін, қарсы емессің бе? Онда мұқият бол, Тұрар. Мына куәліктердің бланкісі бәрі санаулы. Егер біреу бүлінсе, ең алдымен мен құраймын. Саған сенемін, Тұрар. Ой, менің Иван Владимировичтен құпия хатын оқып қойған мұңғасы болды. Не болса да кетті енді. Қой, куәліктерді толтырып тастайын. Ең алдымен өзімнен бастайын. Фамилиямды өзгертіп жазғаным заңға қайшы. Иван Владимировичке кесірім тиіп кетуі мүмкін. Әлгінде қатты ескертіп кетті ғой. Бір бланк бөлінсе, мен құраймын деп. Сонда қалай, Қырғызбаев болып кете барам ба? Туған әкеден жетесіз ұл безеді. Арада неше жыл өтсе де, өкім атаулы әкемнің атынан өлген бураның басынан үріккен атандай естері кетіп, көздері ежірейе қалады. Соған болы әкемнің атынан айырылам ба? Бірақ дәл қазір тәуекел етпесем, бір бақи бөтен фамилиямен кететін хақ. Не өлгенім, не тірілгенім. Әкемнің аты өшпеуі керек. Тұраржан, жарайсың қызыл жебе, қандай керемет қолың. Мақтауыңыз жетті, Иван Владимирович. Енді айыптайсыз, жазалайсыз мені. Неге? Әлде бұлан түгілдіп қойдың ба? Жоқ, Иван Владимирович, мен саналы түрде екі қылмыс істедім. Біріншіден мен мына өз куәлігімді былай толтырдым. Менің шын аты жөнім Тұрар Рысқұлов, абақта кеткен әкемнің алдында мәңгі қара ит болмашынан советке бардым. Дәл қазір приставқа сөйлесіп әлде куәлік бере қойса бәрі өз қолыңызда. Оқығанымнан қорықпаймын. Мейлі, оқығаным дұрыста болған шығар. Мені сатпайтыныңа көзім жетеді. Ал ертең елдің алдында мына куәлікті саған қалай тапсырамын? Қайдағы Рысқұлов десе не деймін? Осы қинап тұр, қызыл жебе. Бүлдірдің, бауырым, бүлдірдің. Тіпті осы күні бүркеншік атпен жүретіндер аз емес қой. Азар болса солардың бірі болар едіңдер. Оныңыз рас, Иван Владимирович, сіз де бүркеншік атпен жүр екенсіз. Бірақ менің әкемнің аты мүлдем өшіп кеткені қиянат болар еді.
Әкем жазықсыз жазаның небір дөкейлерін көрген, ал мына жаза тым ауыр, тым обал болар еді. Ертеңгі жайды уайымдамаңыз, Иван Владимирович. Мен ол салтанатты жиынға қатыспаймын. Қырғызбаев атасы қатты ауырып ауылына кетті дейміз. Қайтып мен меркеде ешкімге көрмейтіндей болады. Сізге титтейді зиян тимес. Мынауың ақыл екен. Дегенмен түрме үйреткен ауының бәрін саған. Есіктен белі шықпай жатып түрмеге түскен адамнан бәрін күтуге болады. Елменде туған тышқанның баласы дүрсіннен қорықпайды, Иван Владимирович. Сен тышқанның баласы емес, жаралы арыстанның баласысың. Сен қызыл жебесің, бауырым. Келші маған. Қазақтан сендей шәкірт тәрбиелегеніме қуанамын, Тұрар. Бауырым Иван Владимирович, шын айтасыз ба? Шыннан қазақ дедіңіз бе? Қазақты мен сияқты өзің шын атан жүрген жоқ па? Кеше Семашко мырза маған қазақ деп қақылдайсың деп ренжіді. Сонда қалай? Айтыңызшы ағатай. Қазақ та өз атына ие болар, Тұрар. Ол заман да туар. Дегенмен Семашко мырза дұрыс айтады. Қазақ деп тек ұлтыңның туын көтерер болсаң, қыңыр кетесің. Мүдде тек бір ұлттың құлы болуда емес, адамзаттың ұлы бол. Қазақтың кедейі көрген қорлықты орыстың кедейі көрмей жүрмекен. Мына іргеміздегі қырғыздаршы, татарлар, украиндар, өзбектерші. Міне осылардың барлық кедей табының басы біріккенде ғана мақсатқа жетеміз. Ұқтың ба, Тұрар? Ұқтым, Иван Владимирович, білемін ағатай. Білсең есіңде болсын. Сен қазақтың ғана емес, бүкіл езілгендер әлемінің ұлысың. Ендеше жортқанда жолың болсын. Жолдасың таудай талап пен табиғи талантың болсын. Батам осы, бауырым. Рахмет, Иван Владимирович.